Үкіметтік делегация халыққа қызмет көрсету орталығында болды. Олар атаулы әлеуметтік көмек тағайындаудағы өзгерістерге байланысты құжаттардың қабылдау барысын көрді. Үкімет мүшелері сондай-ақ қоғам өкілдерімен кездесіп, жүзеге асып жатқан әлеуметтік бағдарламалар төңірегінде пікір алмасты. Премьер-министрдің орынбасары Гүлшара Әбдіқалықова мен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев халыққа қызмет көрсету орталығының қызметімен танысып, жәрдемақыға байланысты азаматтардан құжат қабылдаумен айналысатын қызметкерлердің жұмысын тексерді. Бұдан кейін олар жоғары оқу орындарының бірінде қазақ әдебиеті классиктері мен заманауи жазушылардың еңбектері қойылған кітап көрмесімен танысты. Шығармалар Абай әлемі жобасы аясында былтыр жарыққа шыққан. Гүлшара Әбдіқалықова бастамашыл жастармен кездесті. Келесі кезекте үкіметтік делегация мүшелері қоғам өкілдерімен кездесіп, Нұр Отан партиясының 18-ші съезіндегі елбасы тапсырмаларын жүзеге асыру барысын талқылады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде берген тапсырмалары бойынша облыста бақытты отбасы жобасы аясында көп балалы және аз қамтылған жанұяларды кешенді қолдау бағдарламасы әзірленді. Премьер-министрдің орынбасары Гүлшара Әбдіқалықова әлеуметтік жағынан аз қамтылған тұрғындарға, оның ішінде көп балалы отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге бағытталған үкімет жұмысы туралы тоқталды. Атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге байланысты өзгеріс еліміздегі 230 мың адамды қамтиды деп жоспарланған. Оның ішінде 18 жасқа дейінгі 500 бала бар. Бұдан басқа қолжетімді баспана құрылысы бойынша жүзеге асып жатқан мемлекеттік бағдарлама туралы ақпарат айтылды. Осы бағытта тағы да жаңа қосымша бағдарлама қабылданып, әсіресе көп балалы отбасыларына, кезекте тұрған отбасыларына арендалық жалдамалы үй берілетін бұл пәтер. Осыған байланысты мамыр айынан бастап көптеген облыстарда пәтер беріле бастады. Ал жалпы 2025 жылға дейін елімізде 40 мыңнан астам осындай пәтерлер берілетін болады. Ең бірінші орында әрине көп балалы аналар. Семейліктермен кездесуде еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев ең төмен еңбекақы алатын бюджеттік сала қызметкерлерінің мәселесін көтерді. Білім сапасын арттыру туралы баяндаған білім және ғылым министрі Күләш Шәмшидинова бүгінгі таңдағы басты міндет апатты мектептер мен 3 ауысымда оқитын білім ордаларының жағдайын шешу екендігіне тоқталды. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов медициналық қызмет сапасын жақсартудағы жұмыстарға тоқталды. Ал құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері жөніндегі комитет төрағасы Мархабат Жайымбетов Шығыс Қазақстан облысындағы құрылыс саласын қаржыландыру мәселесіне назар аударды. Бүгінде Семейде көп қабатты 25 тұрғын үй салынуда. Биыл 1,5 мың пәтер пайдалануға берілмек. 10 тұрғын үй алабы анықталып, 5 миллиард теңге бөлінеді. Қазіргі кезде оның 2,5 мыңы бөлінген. Қалғаны алдағы жылдардың еншісінде. Кездесу соңында қоғам өкілдері, оның ішінде көп балалы аналар мемлекет тарапынан жасалып отырған қамқорлыққа алғыстарын білдірді. Көрсетілетін көмек өңір тұрғындарының әл-ауқатын арттыруға оң ықпал етеді дейді олар. Рыскүл Мәдібасова, Ілияс Сәбитұлы, Семей телеарнасы.